Қайырлы кеш, қадірменді көрермен, эфирде шарайна жаңалықтары, эфир тізгінінде мен Ботагөз Мұратқызы. 25 қазан Республика күні қарсаңында Семей қаласының тұрғындары үшін қазақ эстрада жұлдыздарының қатысуымен мерекелік іс-шара өткізілді. Толығырақ келесі сюжетте. Республика күні қарсаңында Семей қаласының тұрғындары үшін қазақ эстрада жұлдыздарының қатысуымен мерекелік іс-шара өткізілді. Орталық алаңда өткізілген салтанатты кешке Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов келіп, шаһар тұрғындарын ұлттық мереке күнімен құттықтап қайтты. Бұл күн өткенімізді саралап, бүгінімізді бағалап, болашаққа батыл қадам басар ұлы күн. Әділетті Қазақстанның жаңа тарихында ұлттық мерекемізді ұлықтап, мәртебеміз өсіп, мерейіміз тасып жатыр. Президентіміз бұл саяси шешімді егемендікті арқа болған декларацияны қабылдау туралы тарихи құжаттың салмағын еселеп, тәуелсіздігіміздің тұғырын бекіте түсті. Тарихи мәні терең, идеологиялық жүгі жоғары, айтулы күн еліміздің бүгін мен ертеңіне адам қызмет ететін ерен істер мен елеулі бастамаларын жалғастыратын барша азаматтың отаншыл рухты оятып, сенім мен жауапкершілік сезімін қалыптастырады. Күні кеше ғана Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мемлекеттік наградалар мен сыйлықтарды тапсыруға арналған салтанатты жиында бүгінгі күн елімізде ең басты мейрамы деп атап, 33 жыл бұрын тарихи әділдік орнап, алаш арыстарының азаттық жолындағы арпалысын ақталған күн деп атап өтті. Құрметті жерлестер, тәуелсіз еліміздің тұғыры биік, іргесі бекем болсын. Барлықтарыңызға рахмет. 1990 жылы қазан айының 25 күні Қазақ КСР жоғары кеңесінің шешімімен Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан өзіндік көзқарасы бар жеке мемлекет ретінде таныла бастады. Қабылданған декларация Қазақстанның болашақ тәуелсіздігінің іргетасы саналды. Бұл декларацияның қабылдануымен егемендігін мәлім ететін жеке территориясы, азаматтығы, мемлекеттік бюджеті, халықаралық қатынастардағы дербестігі, мемлекеттік рәміздеріміз бекітілді. Мерекелік кешке Қазақ эстрадасының аңыз әншісі Ерлан Малаев пен Нұрлан Әміров келіп, Абай жұртшылығын мереке күнімен құттықтап қайтты. Қазақстандықтар, ассалаумағалейкум. Ұлы Абайдың, ұлы Мұхтардың жері Семей қаласы, Абай облысы. Білеміз, бүгін Астанадан осы Семей қаласында республика күнін құттықтаумен кетіп қалдық. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Осындай жаман шуақ күнде өмір сүре берейік. Бүгін республика күні үлкен қуаныш. Шынымен-ақ көптен бері тойланбап еді, бірінші рет тойлап жатырмыз. Ұзағынан болсын деген береді, еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Семейліктерге тек жақсылықтар тілеймін. Облыс болып жатырмын, Абай облысы. Өлкөе берсін, көркөе берсін. Аман болыңыздар Семей қаласынан. Кештің басты хедлайнері Қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары Мәди Қадыров пен Мұхтар Ұлғасбаев келіп, халыққа керемет көңіл күй сыйлады. Темірлан Ырысбек, Әлібек Қауысбеков, Фарлан Исаков, ТВК Алты арнасынан. Абай облысы бойынша Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі қылмыстық атқару жүйесі номері 20 мекемесінде республикалық мемлекеттік мекемеде қызметкерлер өздері шығармашылық бағдарлама әзірлеп, қала өнер қонақтарымен бірлесіп, сала ардагерлеріне және 55-11 ұлттық ұлан қызметкерлерінің қатысуымен республика күніне орай концерт ұйымдастырды. Тойдың да тойы бар, бірақ ұлттық мереке жалғыз. Тәуелсіздік жылдары кеңінен тойланып, уақыт өте ресми мейрамдар қатарынан алынып тасталынған республика күні міне былтырдан бері қайта кеңінен тойлана бастады. Ел тарихындағы айтулы датаны атап өтуге атсалысу үлкен мәртебе. Абай облысы бойынша Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі қылмыстық атқару жүйесі нөмірі 20 мекеме республикалық мемлекеттік мекемесінде қызметкерлер өздері шығармашылық бағдарлама әзірлеп, қала өнер қонақтарымен бірлесіп, сала ардагерлеріне және 55-11 ұлттық ұлан қызметкерлердің қатысуымен республика күніне орай концерт ұйымдастырды. Мекеме басшылығымен бірқатар қызметкерлер марапатталды. Сонымен қатар 55-11 ұлттық ұлан әскери қызметкерлері марапатталды. Ұлттық мереке республика күнін өткізудің басты міндеті мемлекеттің басты басымдықтары мен реформалар курсының төңірегінде азаматтарды шоғырландыру мен біріктіру. Сондықтан түзету мекемесінің мамандары мен сотталушы азаматтар іс-шара арқылы Қазақстан мемлекетінің қалыптасу жолы туралы білімдерін толықтыру, еліміздің өткені мен бүгіні туралы түсініктерін қалыптастыру, сонымен қатар азаматтық, патриоттық, туған жерге деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту, азаматтық бірегейлікті нығайту және әділ қоғам құру идеясын белсенді ілгерілетуді көздеді. Темірлан Ырысбек, Арлан Исаков, ТВК Алты арнасынан.
Абай атында Қазақ ұлттық опера және балет театры гастрольдік сапармен Семей қаласына арнайы ат басын бұрды. Абай өңірлік коммуникациялар алаңында театр майталмандары бас қосып жұмыс барысымен театрдағы өмірлері туралы ашық әңгіме жүргізді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Алматы қаласынан Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры Алаштың астанасы Семей қаласына өз өнерін тамсандыруға арнайы келді. Баспасөз конференциясы барысында өнер иелері бақ өкілдерінің бірнеше сұрағына да жауап берді. Театр биылғы жылы 90-шы маусымын ашты. Театр тарихында Абай облысы болып құрылғалы Семей қаласына алғаш рет келуі қиында қызыққа толы. Қайнаған өнер ортасында жүрген әртістер өз жұмыстарына жауапкершілікпен және ыждахаттылықпен қарайды. Уақытта театрға 700-ге жуық қызметкер жұмыс жасауда. Өнер иелеріне мемлекет тарапынан да көп қолдау көрсетілуде деп атап өтті Нұрбақыт Боқыбаев. Және балет театр емес, бүкіл Қазақстандағы театрларға үлкен жақсы көңіл аударылуда. Үлкен қаражаттық мәселесі ай сайынғы өздерінің табыстарының бәрін ешқандай қиындықсыз қазір бәрін төлеп, қазір барлық театрлардың жағдай жасап жатыр. Оның бер жағында Абай атында Қазақ ұлттық опера және балет театры осы 2 жыл болды ұлттық статус алып, біздің жұмыскерлердің, біздің қызметкерлердің табысы 3 есе өсті деп айтуға болады. Мемлекет басшысының жарлығымен қаншама адамдарымыз республикамызда үлкен өнер адамдар, оның басқа саладағы адамдардың бәріне үлкен қолдау көрсетіліп, ол кісілерді көтеріп, халықтың алдындағы әрқайсының үлгі еңбегін мадақтап, арнайы үлкен марапаттар беріліп жатыр. Бұның бәрі мемлекеттің үлкен абыройы, мемлекетім, елім деген азамат үшін бұл үлкен қолдау. Түркістан облысынан қанат қағып өнердің соңынан еріп Алматы қаласында өнер жолында білімін шыңдаған, бүгінде еңбегінің жемісін көріп театр қабырғасында 25 жыл қызмет атқарып келе жатқан Талғат Пердебекұлы мемлекет басшысының қолынан Қазақстанның халық артисі атты лауазымды алды. Бүгінгі қойылымға арнайы Абай елінде Абай образын сомдамақ. Мен осы театр қабырғасына келгенде ол рөлге бірден келе алған жоқпын. Әрине менің осы ұстазларым өзімнің вокалдағы Қазақстанымыздың халық артисі ағамыз, тағы да Шахмардан Әбілов Кеше ағамызбен бірге Астана қаласында елбасының қолынан Қазақстанның халық артисі атағын алды. Шахмардан Хайдарұлы Әбілов ағамыз. Сол кісі өмірдегі бүкіл Қазақстанымызды, Қабылаш Әбіке ағамыз, ол үшеуі де Абайды сомдады да, бірақ ол кезде мен Жиреншені сомдап жүрген. Сол кезде маған мен сол Абай рөліне енді ұзақ келдім деп айтылам, өйткені өзім ұстаздарымның қасында айтып жүріп, олар кісілер енді зейнеткерлікке кеткеннен кейін өзіме осы соңғы 10 жылдықта маған осы қазір мен сомдап жүрмін. Енді әрине ол үшін енді ұзақ келдім деп айтқаным, енді Абай жолына қотара келді, бәрілеріңіз білесіздер, Мұхтар Әуезовтің. Әр істе өзіндік қиындық болады. Өнер жолына өмірін сарп етіп келе жатқан сахна саңлақтары бірнеше жылдық жинаған тәжірибенің нәтижесінде өнер ордасынан ойып тұрып, өз орындарын алуда. Семейдің тұрғындарына, қонақтарына дегім келеді. Өзім үйге келгендей болып тұрмын дегендей ойым. Өте қуаныштымын. Осы Абай театрымыз келіп жатыр. Осыдан мен білуімше 30 жылдан асып кетті осы театрымыз осы жерге келмегеніне деген хабарын оқығамын, көргем дегенде. Бірақ бір ерекше гастроліміз болып тұрған деп ойлаймын. Бәріміз осы спектакльге жанымызды, күйімізді салып жатырмыз. Бәріміз дайындалып келіп жатырмыз. Бұл қаншама адам, артистер, хор да дейсіздер ме, артист оркестр, біздің халық артистің солистер, одан дирижер бар, одан қаншама адамдар осындай опера жақсы өтсін, ауырып, осы мәдениетті көтеру деген сапармен келіп отырмыз. Сол себептен өте күтеміз. Өнердің әр саласы біте қайнасқан театр шаңырағының еңбегін спектакль көрермендері шынайы бағалайды деген сенімдеміз. Аяулым Рахымжан, Әлібек Қауысбек, Фарлан Исаков, арнайы ТВ-алты телеарнасы. Осымен бүгінге жаңалықтар легі тамам, аман, сау болыңыздар.